Армысыздар. Менің аты жөнім Маман Насхат, және де бұл менің сірес жұмысым. Бүгінгі видеомда мен қазақ әдебиетінің аса көрнекті туындысы Қабдеш жұмаділовтің Дарабоз романы туралы әңгімелеймін. Бұл шығарма тарихымыздағы ең күрделі, ең қасіретті, бірақ сондай-ақ ең ерлікке толы кезеңнің көркем тілмен, терең философиямен көрсеткен үлкен эпопея болып табылады. Бүгін мен мына сұрақтарға кеңінен тоқталамын, яғни айтқанда шығарма қандай тарихи кезеңге арналған, негізгі идеясы қандай, автор көтерген мәселесі қандай, басты кейіпкерлер кім, олардың бейнесін талдау секілді, романдағы салт-дәстүр, рәсімдер, өзім үшін қандай жаңалықтар аштым, маған ұнаған 2-3 үзінді және оның мәні. Кітап оқу кезіндегі көңіл-күй, бұл шығарма не үшін достарыма ұсынар едім, және жазушы туралы не білемін. Ендеше бастайық. Алғашқы сұрақ: шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Дарабоз романы жалпы бізде 18 ғасырдағы қазақ тарихындағы ең ауыр, азапты кезеңдер суреттеледі. Жалпы айтқанда халықтың басына түскен ең қиын кезеңдер деп айтсақ болады. Бұл уақытта бізде қазақтарда жоңғар шапқыншылығы күшейді, елімізге ақтабан шұбырында алқакөл сұлама апаты төнген уақыт болды. Кешіріңіздер. Және де сондай шапқыншылықтарға толы, соғыстарға толы замандағы кезеңдер, оқиғалар суреттеледі. Романда бізде нақты көрсетілген негізгі тарихи оқиғалар жайында айтатын болсақ, бұл бізде жоңғар мен қазақтардың арасындағы қанды соғыстар, Әбілқайыр ханның заманы, билік еткен заманы, Тәуке ханнан кейінгі хандар Тәуке хан сияқты басқара алмауы, биліктің әлсіреуі секілді 300 рубасыларының басы қосылмай, елдің берекесінің қашуы. Сонымен бірге біртіндеп қалыптасып келе жатқан бірлік идеясы, яғни халықты бірлікте ұстау, сол идеяны дамыту, және де Қаракерей Қабанбай, Қазыбек би, Бөгенбай, Абылай сияқты батырлар мен билердің елдік мүдде үшін көрген қиындықтары, халқы үшін аянбай еткен еңбектері айтылады. Шығармада жалпы бізде тек соғыс суреті емес, бұл кезең қазақ өмірінің, қазақтардың өмірі мен өлімнің арасындағы күресі, ерлікті сақтап қалу жолындағы арпалыстар да айтылады. Жалпы қазақ тарихында 18 ғасыры ең ауыр кезеңдер болды дедік қой. Сол кезеңдерде бізге әлі күнге дейін жеткен Елім-ай өлеңі бар. Содан ақ біз халықтың жағдайы қатты қиын болғанын аңғаруымызға болады. Мен осыған арнап келесі бір видеоны ұсынсам деп отырмын. Бірге тамашалайық. Келесі сұрақ бізде шығарманың негізгі идеясы, автор қандай мәселені көтерді. Романның негізгі идеясы ел бірлігі мен ұлт тағдырының бұралаң жолдарындағы күресін, ерлік пен адалдықтың шынайы құнын, батыр тұлғасының биіктігін көрсету. Қабдеш жұмаділов жалпы халықтың басына төнген ең қиын кезеңдердің нағыз батырдың кім екенін, оның мінезін, салмағын, адамдық парасаты мен рухани әлемдегі терең бейнелейді. Шығармада батырдың сыртқы шайқасымен қатар оның ішкі жан арпалысы да айқын көрінеді.
Автор көтерген негізгі мәселелер жайында айтатын болсақ, бұл бізде елдің ең басты шарты бірлік мәселесі. Жоңғар шапқыншылығы тұсында руаралық алауыздық, билік үшін тартыс, әкімдік жеке бас мүддесін көбірек ойлау секілді мәселелер болды. Бұл қазақтың әлсіреуіне әкелген негізгі себептердің бірі ретінде суреттеледі. Яғни романымызда айтылады. Жазушы осы арқылы ұлттың аман алып қалу үшін ішкі татулықты, берекені, ортақ мүддені қаншалықты маңызды екенін айқын көрсетеді. Және де келесі бұл бізде батырдың миссиясы халық үшін жанын қию мәселесі. Қабанбай батырдың бейнесі ерлік пен адалдықтың, қайсарлық пен жауапкершіліктің символы. Оны әр қадам әртүрлі халық тағдырымен, ел намысымен өлшенеді. Автор батырлық жай ғана күш емес, үлкен рух, ертеңді ойлайтын терең сана екенін айшықтайды. Батырлық бұл тек қана күшпен есептелмейді, ол халқына деген махаббаты, халқы үшін жан пидалығы, соны айтқысы келеді. Үшіншісі бұл бізде азаттық құны халық қайғысында. Соғыс зардабы елдің мыңдаған шақырымға басып көшіп кетуі, қарттар мен аналардың көз жасы, балалардың қорқынышы, барлығы өте әсерлі, жүрекке салмақ түсіретіндей етіп бейнелеген бізге. Жазушы азаттық жолындағы ауырлығы, тәуелсіздік қандай қасіретпен келгенін оқырманға сезіндіреді. Тарихты жасайтын тек батырлар емес, бүкіл халық. Яғни шығармада ел тағдырына араласқан ақсақалдар ақылы, әйелдердің төзімі, қарапайым жұрттың еңбегі мен бірлігі көрініс табады. Автор ұлы ұлтты аман алып қалатын күш тек батырдың найзасы емес, бүкіл халықтың ортақ ниеті екенін көрсетеді. Және де қорқыныш пен үміт қатар жүруі тарихи шындықтың сипаты. Қазақ тарихындағы ең күрделі кезеңдердің бірі аса эмоционалды, сезімге әсер ететін түрде бейнеленген. Халықтың үрейі мен үмітінің арасындағы күн кешуі, болашақтан қорқуымен қатар жеңіске деген сенімі. Бұл халықтың үміті үзілмегендігін айтқысы келіп тұр. Яғни әрқашанда таңертең оянған сайын бір қорқынышпен оянып, бірақ түбі бір жеңіске деген сенімнің болуы романның оқиғаларының ішкі драмасын күшейтеді. Келесі шығарманың басты кейіпкерлерінің бейнесін сипаттай өтсек. Мен ең алғаш айтқым келетін тұлға бұл бізде Қаракерей Қабанбай батыр. Романның өзегінде тұрған ұлы бейне бұл бізде сол Қаракерей Қабанбай батыр туралы айтылады. Себебі осы жалпы Дарабоза романында негізгі кейіпкер ретінде Қабанбай батыр айтылады. Халық берген дарабоз атауы бұл бізде ол кісінің даралығы, ерекше ерлігі, ел арасындағы беделін айқындайды. Автор Қабанбай батырды тек қылыш сермеген жауынгер ретінде емес, тұтас бір ұлттың қорғаны болған тарихи тұлға ретінде жан-жақтан ашады. Жалпы романды оқи отыра мен Қаракерей Қабанбайдың бойынан тапқан мінездерін, ерекше қырларын айта өтсем, бұл бізде жаужүрек, қайсар, ер мінезді. Неге бұлай атадық? Себебі ол кісі жауға қарсы жалғыз шығатын, елдің ең ауыр жүгін арқалауда тайынбайтын ерекше тұлға болған. Сырт көзге қатал, бірақ жүрегі елге мейірімді. Бұл кісінің таңдаған шешімдері бізде қатал болғанымен, түбі сол бар ойы халықтың амандығы болған. Абырой мен биліктің жеке басы үшін қолданбайтын шыншыл адам. Неге бұлай дедік? Себебі оның беделі табиғи ішкі парасаты мен ісінен туындайды. Бұл кісінің бар ойлаған сол халқын аман есен болуы, халқының аман есен болуы, сол халқын ойлап жүрген ұлы тұлға. Келесі қыр бұл бізде қиындықта сынбайтын, тайсалмайтын қайрат.
ел басына күн туған сәттерде алғаш болып қимылдайтын ұлы тұлға. Ішкі дүниесі терең, сезімге бай жан. Автор батырды да адам екенін, оның да қайғысы, уайымы болатынын, қорқынышы болатынын нәзік детальдармен көрсеткен. Қабанбайдың ұлылығы тек шайқаста көрінбейді. Ол рулар арасында да жанжалдарды тоқтатқан, ел арасында татулықты сақтауда, халықты топтастыруда ерекше сабыр мен ақыл иесі ретінде суреттеледі. Яғни батырдың миссиясы найза ұстау ғана емес, елдің рухын ұйымдастыру. Келесі айтатын тұлғамыз бұл бізде Абылай хан. Абылай ханды айтатын болсақ, Абылай болашақ хан ретінде жаңа қалыптасып келе жатқан жас буын, алғыр, көреген тұлға болған. Оның саяси ойлау қабілеті болған. Ең ерекше қасиеттерінің бірі батырларды ұйыта білген, елдің ертеңін болжай алған. Роман бойынша айқын көрінеді осы Абылайдың осы қасиеттері. Осы кезеңдерде әрекеттері кейінгі ұлы ханның жолының негізін құрайтыны сезіледі. Үшінші бұл бізде Қабанбаймен қатар бізде Бөгенбай деген батыр болған. Бөгенбай ол елдің ақылшысы, әрі тәжірибесі мол қолбасшысы болған. Ол соғыстың тактикасын жақсы білген, жастарға ақыл айтып, бағыт-бағдар беретін, керемет жастарды түсінетін кісі болған. Және де ел бірлігінің сақталуына ерекше мән берген тұлға. Қабанбаймен иық тіресіп, елдікті қорғаған батырлардың үлкені, әрі рухани демеушісі ретінде сипатталады. Келесісі бұл бізде билердің арасында айтатын болсақ, Қазыбек би жайында айтқым келеді. Қазыбек би халықтың данасы, сөзі мәйегін білдіретін, дау-дамайларды әділ шешетін ұлы би болған. Ол Қазыбек би бізде орта жүздің биі болып сайланады. Оның бейнесі бізде шешендік, мәмілегер дейміз бе, дәлелмен сөйлей алатын, ел ішінде бірлікті сақтауда бағытталған ойларымен ерекшеленеді. Қазыбектің бір ауыз сөзі талай дауды тоқтататын, елдің рухын көтерген романда ерекше көрініс табады. Және де бесінші айтқым келетін тұлға, бұның да Қабанбай батыр үшін маңызы зор, себебі бұл бізде Гауһар. Гауһар деген кісі бұл бізде Қабанбайдың жары болып есептеледі. Жары, яғни айтқанда, Гауһардың бейнесі романда нәзік әрі маңызды қырын ашады. Ол ақылды, парасатты, еріне демеу бола алған, әйел затының қайсарлығын, төзімдігін айқындаған образ ретінде көрінеді. Романда қазақ әйелдерінің ел басына күн туған сәтте де ермен бірге рухани жүк арқалағаны, олардың отбасының орнында ғана емес, тұтас халық өміріндегі рөлі жақсы көрсетілген. Гауһар арқылы бізде автор қазақ әйелінің ержүректілігі, сабырлы табиғатын, ұлттық болмыстағы ерекше орнын айшықтайды. Енді біз шығармадағы салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар жайында айтатын болсақ, романда қазақ халқының рухани болмысын, тұрмыс-тіршілігін, дүниетанымын терең бейнелейтін көптеген салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар көрініс табады. Автор әрбір дәстүрді оқиға өріміне табиғи түрде енгізіп, сол заманның тынысын дәл беретін етіп керемет жазған. Осы тұста менің жазып алған салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарымды айтып өтсем, бұл бізде ең алғашқысы батырды қаруландыру дәстүрі. Қабанбай батыр жорыққа аттанар сәтінде оның қаруы, сауыт-сайманы, ат таңдауы барлығы қазақ батырларының ежелгі дайындық рәсімі мен бірге суреттелген. Бұл дәстүр батырдың рухын көтеріп, оның ел алдындағы жауапкершілігін айқындайды. Келесі бұл бізде ақылдасу, билермен кеңес. Ел басында күн туған шақтарда ақсақал билер, батырлар бас қосып, жағдайды талқылайтын.
Бұл қазақ қоғамындағы демократиялық үрдістің, ұжымдық шешім қабылдау мәдениетінің белгісі. Қазыбек би секілді тұлғалар осы кеңестерде шешендікпен сөз бастап, елді бағыт-бағдарын айқындайтын. Үшіншісі бұл бізде жорыққа жиналу салты. Жоңғар шапқыншылығы тұсында бүкіл халықтың үнін біріктіретін үлкен жиындар, сарбаздардың жорыққа дайындығы. Ауылдағы ерлерді шығарып салу романда өте шынайы беріледі. Бұл ерлік пен рухтықты көрсететін үлкен көріністердің бірі. Және де тағы да бір зат, бұл бізде ас беру, той, құда түсу секілді. Бұл бізде бейбіт күндерде өтетін үлкен ас мерекелері, той жасау, құда түсу рәсімдері арқылы автор қазақ халқының қуанышты күндерін, салтанатты дәстүрлерін де көрсетеді. Бұл оқырманға халықтың тек соғыспен ғана өмір сүрмегендігі, сонымен қатар мәдени әдет-ғұрып тереңдігін сезіндіреді. Келесісі бұл бізде жоқтау, бата. Жоқтау айту батырды қорғар алдында бата беру сияқты салттар кейіпкерлердің рухани әлемін ашады. Бата елге күш-жігер беретін рухани тірек, ал жоқтау халықтың қасіретін, ауыр кезеңдегі ауыртпашылығын көрсетеді. Келесісі бұл бізде атқа міну өнері. Қазақ халқы үшін ат, жаужүрек серік, ердің қанаты. Романда атбегілер атты үйрету, ат таңдауда сырлары, бәйгеге даярлау көріністері ұлттық болмысты толықтырады. Және де жаугершілік кезеңдердегі әдеттер, жау қолы жақындағанда ауылды қауіпсіз жерге көшіру, жауынгерлердің ант беруі, жас сарбаздарды сынау, барлығы сол кезеңдегі әскери дәстүрлерді айқын сипаттайды. Жау шапты деген хабар келгенде көшіп қону тартыды. Бізде халықты шұғыл жиналып, керегесін жағып, бала-шағасын жоғалтып алмау үшін көшу. Көпшілік қазақ өмірінің ең ауыр, ең драмалы тұстарының бірі. Автор оны психологиялық салмағын да жақсы береді. Және де келесі бізде баланың есімін қою салты. Жаңа туған балаға ат қою, оның мағынасы батырларға ұқсасын деген ниетте қойылады. Романдағы ұлттық тәрбиені көрсететін нәзік көріністердің бірі ретінде осылар саналады. Және де осының бәрін қорытындылай келе, бұл салт-дәстүрлердің барлығы Дарабоз романында тек көркем деталь ретінде емес, қазақ халқының мінезін, рухани биіктігін, ұлттық дүниетанымын ашатын маңызды элементтер ретінде қызмет етеді. Келесі, осы романды оқи отыра мен өзім үшін қандай жаңалықтар аштым. Бұл шығарманы оқу арқылы мен бірнеше маңызды нәрсені түсіндім. Олар бізде қазақтың 18 ғасырдағы тарихындағы тек қана ақтабан шұбырынды деп қысқаша елестетуге болмайды. Ол күрделі, көп қырлы кезең. Және де Қабанбай батырдың шынайы өмірін, оның адам ретіндегі ішкі әлемін мені қатты таңғалдырды. Ол тек соғыс машинасы емес, терең ойлайтын тарихи тұлға. Келесі бұл бізде қазақ халқының құрылымы, билердің рөлі, батырлардың орны. Бұл бізде қазақ тарихында өте мықты орында болған. Бірлік болмаса, тіпті көп халықтарда әлсіз болатынын түсіндім. Халықтың біртұтастығын сақтау үшін, жалпы ел болып қалыптасу үшін бірлік бұл өте маңызды зат. Және де соғыс халықтың қаншалықты күйрейтінін, әсіресе бейбіт адамдарда қалай қиналғанын сездім. Жалпы осы романды оқи отыра. Енді мен өзіме ұнаған үзінділер жайында қысқаша айтып өтетін болсам,
Бірінші үзінді бұл бізде менің айтқым келген үзінді Қабанбай Батырдың жекпе-жекке шығу кезінде болады. Жалпы үзіндіні қысқаша айтып өтсем, бұл ел намысы, ер намысы деп батыр атқа қонды. Бұл бөлімде ел тағдыры сынға түскен аса ауыр шақ суреттеледі. Жоңғар батыры келіп қазақ қолын жекпе-жекке шақырғанда қолбасшылар мен сарбаздар үнсіз қалады. Себебі аса айбарлы, аты бүкіл далаға белгілі, сол сәтте халықтың ішін үрей билеп тыныштық орнайды. Дәл осы ауыр тыныштықты жарып, алдағы Қабанбай батыр шығады. Сол батырмен жекпе-жекке шығуға. Автор оны ерекше биік рухтың, болаттай батылдықтың иесі ретінде бейнелейді. Қабанбай бұл жекпе-жекке өз даңқы үшін емес, елдің еңсесін түсірмеу үшін шығады. Жауын жеңсе, халық рухтанбақ, жеңілсе бүкіл қолдың сағы сынады. Сондықтан ол жеке тағдырын емес, бүкіл жұрттың намысын арқылап атқа қонады. Бұл үзінді мені ерекше толқытты. Мұнда батырдың ерлігі тек физикалық күшпен өлшенбейді. Автор Қабанбай ішкі әлемнің міндетін сезінген сәттері ауыр шешімін көрсетеді. Батыр болу қару ұстау емес, елдің үмітін арқалап шығу екенін ұғындым. Осы сәтте романның басты идеясы айқындалады. Ел намысы үшін туған адам ғана нағыз батыр бола алады. Бұл эпизодта Қабанбай даланың қарапайым жауынгері емес, нағыз рухани көсем деңгейінде көтереді. Және де келесі үзінді бұл бізде Бөгенбай мен Қабанбайдың ақылдасуы. Бұл эпизод қазақ қолбасшыларының даналығы мен парасаттылығы тұсында ең маңызды жерінің бірі. Бұл эпизодты айтып өтсем, жау көп, бірақ жол беру жеңу, дейді Бөгенбай. Қараңғылық басқанда түнде екі алып, Бөгенбай мен Қабанбай алдыңғы шешуші шайқастың тағдырын талқылау үшін бас қосады. Сыртқы жел гуілдеп, қостың сыртынан сарбаздар үнсіз жатқанымен, іште халық тағдырын таразыға түсіп тұр. Автор екі батырдың бір-біріне деген сыйластығын ерекше атап көрсетеді. Олар бір-бірін сөзбен емес, оймен де түсінген. Батырлардың мінезін салмақ, сабыр, жауапкершілік, ұлттық көшбасшы қандай болу керек екенін көрсетеді. Бұл кеңес жай әскери жоспар емес, елдің ертеңіне қатысты шешім. Жалпы, бұл үзінді қазақ батырларының бірлік мұратын терең ашты. Бөгенбайдың сөзіндегі қысқа ғана ой бүкіл дәуірдің ұраны сияқты. Автор екі батырды қатар қойып, олардың рухани үйлесімін көрсетеді. Бірі айбарлы қолбасшы, бірі жүректі батыр. Бірақ екеуінің де мақсаты бір. Бұл эпизод арқылы роман халықтың аман қалған бірліктің құнын түсіндіреді. Шын мәнінде елді сақтаған осындай алыптар ақылы мен татулығы. Және де соңғы үшінші үзінді жайында айтып өтсем, бұл үзіндіде ел үшін жанын беруге дайын халық туралы айтылады. Қысқаша эпизод бұл бізде жер жат болмайды, дейді ел ішіндегі ақсақал. Бұл үзіндіде соғыстан тек батырлардың тағдыры емес, бүкіл халықтың қасіреті мен қайсарлығы қатар суреттеледі. Жоңғар шапқыншылығы күшейген шақта әр аймақта топ-топ болып жиналған ел бір тудың астына бірігеді. Сарбаздар ғана емес, аналар баласын, әйелдер ерін шығарып салады. Шау тартқан ақсақалдар бата береді. Іні ағалар жауға бірге аттанады. Автор халықтың бойындағы ішкі қуаты туған жерге деген шексіз адалдық көркем тілмен ашады. Жер олар үшін ата-баба аманаты, яғни айтқанда, ұрпақтың қалуы тиіс қасиетті мекені. Сол себепті жасы бары, кәрісі бары, барлығы қару алып жатқан
жатқа бас имеуге бекінеді. Бұл үзінді романның жүрек соғысы сияқты. Батырлар елдің тірегі болса, қарапайым халық соның рухани өзегі мен белесі екенін автор анық көрсетеді. Мен үшін осы бөлім қазақтың бойындағы төзімділікті, бірлік пен елге деген махаббатты айқын бейнеледі. Ең әсерлі тұстары осы жерде айтылады. Автор жер ұғымын тек географиялық кеңістік ретінде емес, ұлттық рухани символ ретінде береді. Сондықтан бұл өзінде тек көркем сурет емес, ұрпаққа қалдырған өсиет сияқты әсер қалдырады. Мен кітапты оқу кезінде қандай сезімде болдым? Жалпы Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романын оқығанда ең алдымен бойымда ерекше бір мақтаныш сезімі кернеді. Өйткені шығармада суреттелген Керей мен Найманның Қабанбайдың бастаған батырлардың ерлігі, бүгінгі ұрпаққа үлгі болатын тарихта алтын әріптермен жазылатын оқиғалар айтылды. Қазақ халқының тұтастығын сақтау жолындағы олардың қайсарлығы, бірлігі, даналығы мені қатты толғандырды. Кейде кітапты оқи отырып, қазақтың қандай мықты, рухы биік бабалары болған деп іштей сүйсініп отырдым. Бірақ роман тек мақтаныш сыйлап қана қоймай, қай жерлерінен өкініш сезімінде бойымды биледі. Халықтың басына түскен ауыр күндер, жоңғар шапқыншылығы, зардаптары, қарапайым елдің босып кетуі, туған жерінен айырылуы, осы секілді заттар көңілді мұңға бөлейді. Жазушы бұл трагедияда өте шынайы жеткізгендіктен, кейде жүрек шымырлап, осының бәрі шынымен біздің халқымыздың басынан өткен ғой деген бір ойға шомылып қаламын. Сондай-ақ оқиғалардың шиеленіскен тұтастары қорқыныш пен қайғыда сезілді. Жекпе-жек алдындағы тыныштық, шайқастың алдындағы белгісіздік, батырлардың өмірі қыл үстінде тұрған сәттер. Бәрі адамның өзінің ішкі бір күйзелісін тудырды. Әсіресе Қабанбайдың, Наурызбайдың, Абылайдың тағдыры шешілетін сәттер кітапты қолыңнан тастамай, келесі не болады екен деп қатты алаңдайсың. Сонымен қатар бұл роман батырларға деген терең құрмет сезімін оятты. Қабанбайдың халық үшін жанын қиюға даярлығы, оның көрегендігі мен әділдігі, елдің басын біріктіре білуі өздігінен үлкен ерлік. Оқиғаның әр тұсында олардың жүрегіндегі елге деген махаббаты анық сезіліп тұрды. Бұл қасиеттер мені тек қызықтырып қана қоймай, өз халқымның тарихына деген сүйіспеншілігімді одан әрі арттырды. Елін қорғаған адамдарға деген ризашылық сезімі шығарманы оқыған сайын үрдей түсті. Егер сол батырлар болмаса, бүгінгі тәуелсіздік, бүгінгі тыныштық болмас еді. Жазушы олардың ерлігін көркем тілмен жеткізіп, әр батырдың рухын тірілткендей әсер қалдырды. Ең әсерлісі романның тілі мен суреттеуі. Қабдеш Жұмаділов сол заманның көрінісін, даланың, табиғаттың, жаугершіліктің кезеңнің ауыр тынысын сондай дәл суреттегендіктен, кітапты оқып отырған адамға өзің сол дәуірдегі жүргендей сезінесің. Кейде мен де ат үстінде шауып, бірден жоңғар қолымен бетпе-бет келгендей күй кештім. Сол сәтте шығармаға толық еніп, оқырманның тарихында қақ ортасына апарып қояды. Жалпы осының бәрін қорытындылай келе, Дарабоз тек тарихи роман емес, ол бізді өткенге жетелеп, бабаларымыздың рухын сезіндіретін, жүректі түрлі сезімге бөлейтін үлкен рухани мұра. Жалпы осы Қабдеш Жұмаділовтың Дарабоз кітабын оқи отыра, мен бұл кітапты достарыма не үшін ұсынар едім деген сұраққа жауап бере өтсем. Бұл кітапты оқу арқылы қазақ тарихын шынайы білуге мүмкіндік береді, батырлық пен ерліктің не екендігін түсіндіреді, бірлік идеясын көрсетеді, өте тартымды, оқиғасы қызықты. Тарихи тұлғалар біздің қазіргі қоғам үшін де үлгі болады.
Сондықтан да мен осы кітапты достарыма ұсынамын. Мен осы автор туралы қысқаша мәлімет айтып өтсем, жалпы Қабдеш Жұмаділов 1936-2021 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың аса көрнекті жазушысы, тарихшы, аудармашы. Оның шығармалары әсіресе Соңғы кеш, Тағдыр, Дарабоз, Жібек жолы секілді романдары қазақ халқының тарихи шындығын ашуға арналған. Мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, тарихи романдардың шебері, ұлттық болмысты көркем жетілдіріп көрсететін қаламгер. Соның ішінде Дарабоз оның ең ірі романдарының бірі. Жалпы осының бәрін қорытындылай келе, бір оймен айтқанда, бұл роман тек батыр туралы емес, бүкіл халықтың тірі қалу тарихы, елдік пен бірліктің эпопиясы. Қабанбай батырдың ерліктері бүгінгі ұрпаққа үлгі. Егер сіз Қазақстан тарихында батырлар дәуірін тереңірек түсінгіңіз келсе, Дарабоз кітабы міндетті түрде оқу керек шығарма.